12 milyon tenge. Men 90 ming satırdım. O'zgargan tek sanat. Sizge assalomu alaykum YouTube ko'ruvchilar. O'sha ekranning ар жағындағы тыңдармандар қалайсыздар? Sizlarмен бірге Сабрали. Men наконец-то uada etgandek vlogimni түсіріп бастадым. Bu vlogda biz barcha bizning өмір қалай өтеді, bizning life qanday, bizning sahnaning arti qanday, Jigitlar, sekir turmau kerak. ән қалай жазылады, жұмыс қалай жүреді, менің бос уақытым қалай деген сияқты, егер де сіздерге қызық болса, осы влогты көріңіздер. Мынау пайдалы шай деп білем. Соны ішіп жатыр. Денсаулыққа қарау керек. Қазір сондай периодта жүріп, жан-жағым бәрін реттеп, өзіме қарап. Сіздеріңізде болса, түсірілер, ана жерде мен влог түсірдім. Дәл еще плов жегем. Қадырдың сүйек тамағы плов қой. Астанен бұл бақта плов жеп көрдіңіз бе? Қалай сізді естідік пловтың мықты дегустаторы дедіңіз. Еще менде серый спортивка. Осы бірақ ол басқа зипка, осы шапка, ол да басқа. Сондай қызық. Өлеңді ежыл тыңдап қайталана береді. Тағы бір өлең бар, еще күдік тұрып. Ол деген 2 жыл болды. Таңғы 6-да түнгі бір нәрседе осы тұрады. Студиям ой менің бұл. Жарық дүниеде. Сіздер менің студияма қош келдіңіздер. Мен көп жерде көрсете бермеймін. Қандай жерде жұмыс істейтінімді бүгінгі осы видеода бәрін білетін боласыздар. Ал бұл менің студиям, яғни менің жұмыс орным. Осы жерде сіздер тыңдап жүрген әндер жазылады. Қалай таныстырайын? Заттарыммен көрсетейін. Мен баяғыда осындай орындықта отыратынмын. Бұл кішкене ыңғайсыздау ма? Короче, бұл жақсы, жұмсақ, бірақ профессионалды орындық емес та. Сол үшін мен осындай ең бірінші жаңадан келген, мен осындай орындық алдым. Герман Миллер деген білетін жандар болса, өте ыңғайлы, және де менің ең осы жақсы көретін затым, яғни осы бәрін жақсы көремін, бірақ ең мен үшін қымбаты, бағасы да қымбаттау деймін. Менің мына микрофон. Жақынырақ көрсетіңіз. Бұл Sony C800G деген микрофон. Бұл микрофон 2090 жылдардың соңында, 2000 жылдары қатты танымал болған, яғни сіздер тыңдаған бүкіл популярный әндер осы микрофонға жазылған. Neumann U87 деген микрофон. Бұл классика. Классика деген қалай? Костюм шалбар. Обычный киім әр адамда болу керек микрофон. Мен 2018 жылы студиядан көрген бұл мониторды Ермахан деген кісі бар. Ермахан аға, қалайсыз? Сол кісінің студиясынан көріп, қатты ғашық болғам. Любовь с первого взгляда дегенге я верю. Давай. Ол мынау колонкалар. Обычный тілмен айтқанда. Монитор. Бұл ATC SM25 деген. Бұл менің арманымдағы монитор болды. Оны да осы жылы сатып алдым. Бағасы қанша? Екеуі бірге 7 миллион. Бұл микрофонның бағасы мен үшін, грубо говоря, анау бар, мынау бар, 12 миллион теңгеге шыққан. Бұл микрофон 2 миллион теңгеге шықты. Бұл флокпатч, бұл жерге осы барлық заттарды қоса аламын. Яғни бұл мен даусыма арналған заттар, не только дауысқа, аранжировкаға жасаған кезде кішігірім мастер жасауға болады енді. Қатты емес. Примерно мынау $4 шықты маған. Мынау $3,5 шықты. Мынауны осы жақтан сатып алдым. $2 қалдым. Мынау налог анаумен $1700 болған шығар. Сосын оң жаққа көшейік. Дәл жаңағындай көріп отқандарыңыздай 1176 деген компрессор. Бұның бағасы маған $2,000-2,500 сатты, қателеспесем. Мынау бір $1,500 тұратын шығар. Мынау $1,500. Мынау $1,000, $1,000. Қанша болады? Өзің есептеп аласың. Мынау $500. Мынау сырты бар, короче. $1,500 дей салшы. Және де мен осындай жаңадан тағы біреуін сатып алдым. Легендарный компрессордың клоны. Бұл бағасы $2,500 шықты деймін, қателеспесем. Мынау Nif. Прям осы жақтан сатып алдым. Бағалары примерно $2,000 шығар болды. Мынау тоже прям $610. $1,500 шығар. $1,500.
телевизор. Ол телевизор жақында сатып алдық. Оның миллион теңге алдық. Мына Apple X4 мен бұны тоже армандағам. Бұның бағасы тоже бір миллион. Ноутбугым. Бұл да мен армандаған ноутбугым. Mac қой. Mac. Apple. M3 Max. Мендегі M3 Max кастомный мен жасатқам. Бұл да бір 2 миллионға шыққан шығар маған. Астындағы тұрған бұл осы заттардың бәрі свет келген кезде, чтобы напряжение болған кезде күйіп кетпес үшін бұл өзіне алады сол рисктарды. Бұл мен барлығын қосу үшін $1000, $2 кетті екен. Мына столды маған Байтанат деген аға бауырым подарит еткен. Ол мен 1,5 миллионға ма подарит етті. Рахмет. Ал гитара. Гитара. Осы гитараның бағасы негізі мен 8-ші немесе 7-ші сынып оқыған кезінде анам әперген. Анам гитара керек деп айтқан. Сол кезде осыны маған алып берген еді. Мен үшін ең қымбат гитара. Сіздер естіген әндердің 90% осы гитарада жазылды. Осы гитарадан менің барлық студиям басталған. Мама, сізге рахмет. Давай, бір өлең айтып берейін, соны. Ана, жалғыз ана, жарық өмір сыйлаған, жамандыққа қимаған. Ана деген ғана, маңдайымнан сипаған, жылы киіп жүріп алаң. Мен үшін ең қымбат дүнием. Бұны қазір сатшы десе, ешқандай бағаға да сатпаймын. Шынымен айтып отырмын. Предлагать етпей қойыңыз. Мына жер негізі мынандай жаңғырық болатын, бәрі болмайтын. Қазір сіздер естіп тұрсаңыздар, дауыс өте тынық. Яғни жаңғырық жоқ, эхо жоқ. Осы заттардың бәрін істеттім, бұлардың бәрі 3-4 миллион болды.